Жаңалық Балауса ханым, айтып жатырмын ғой, осы 2025 жыл біз үшін өте берекелі жылдардың бірі болды. Бұйырса біз Аяна екеуміз Балауса ханым өзіміздің жеке кәсібімізді ашты. Ай, шіркін-ай. Енді қосылайық деген екінші үйіміз ғой енді Балауса ханым. Сол нәрсені енді осы жылы осы жерге айтып кетейік деп өзіміз келген жайымыз бар. Енді елге айтып қойын, енді 6 күн әлеуметтік желілерге саламыз. Сол жақтан көресіздер. Бірақ мен Балаусаға бүйтіп қарап отырмын да қатысушыларға. Кәсібімізді аштық деп еді. Деді бүйтті ше. Деді бір жоқ. Андай бүйтіп іштерінен ойлап отыр ғой. Бұлардың кәсіп ашқаны маған не керек деп отыр ғой енді. Бұлар не айтып жатыр деп ше енді. Балауса ханым, басты жаңалық бұл емес. Бұйырса осы 2026 жылы Аяна екеуміз ата-ана атанайын деп жатырмыз. Көптен жаңалық. Шын жүректен сіздерге қатты қуаныштымыз. Шынымды айтайын, сізден естіп жатқанда бұл сөзді өзім толқып кеттім. Себебі сіздерге тек бақыт тілейтін, сіздердің тек осылай қуанған, жайнаған жүздеріңізді көргісі келетін адам ретінде, және білемін ғой, сіздердің осы бір болашақ екеуіңіздің тұңғыштарыңыз пайда болады. Өте қуаныштымыз. Қосылайық бағдарламасы қашанда сіздердің бақыттарыңызды тілеуші. Сондықтан осы жаңалықпен келгендеріңізге қатты қуаныштымыз. Қосылайық бағдарламасына, қосылайыққа тағы да бір немере қосылып жатыр. Бұйыртса қосылады деп айтып қойайыншы. Балауса ханым, негізі бар ғой, негізі әрбір адамның ниетіне қарай береді екен ғой. Әрбір адам өзінің айтқан сөзіне жауап бере білу керек та. Біз Аяна екеуміз осы жақта отырған кезде, үйленейін деп жатқан кезде әрқашан айтатын едік. Біз баланы жоспарламаймыз, біз бірінші өзіміз үшін өмір сүреміз деген сияқты нәрсені айтатын едік. Енді адамның қалауы емес, Алланың қалауы болады ғой, Балауса ханым. Шынымен